Сарыағаш ауданына қарасты Әлімтау ауылы дәл осыдан 50 жыл алдын негізі қаланып, содан бері аумақтың әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып келеді. Нақтырақ айтар болсақ, өткен аптада әлімтаулықтар өздерінің 50 жылдығын кең көлемде атап өтіп, аудан әкімімен алыс жақыннан ақ жағалыларды қонақ ретінде шақырды. Концерттік шара ұйымдастырылып, қазақы салт дәстүр орындалды. Нақтырақ алдағы бейнематериалда. Әлімтау ауылының 50 жылдық мерейтойы кең көлемде аталып өтті. Шараға аудан әкімі, Әлімтау ауылында туып өскен қоғам қайраткерлері, абыройлы қызмет атқарған тұлғалар, аудандық мәслихат депутаттары мен ауыл тұрғындары да қатысты. Мереке Әлімтау ауылының 50 жылдық тарихын еске алып, оның қалыптасуы мен дамуы туралы айтылған жылы сөздермен басталды. Аудан әкімі Арман Абдуллаев өз құттықтау сөзінде ауыл тұрғындарына ыстық лебізін білдіріп, осы үлкен белесті жетістікпен бағындыруға үлес қосқан азаматтарға алғыс хаттар табыстады. 50 жылдың ішінде қаншама азамат Әлімтаудың өсіп өркендеуіне өз үлестерін қосты. Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың дейтін аталардан қалған нақыл сөзді өзінің өмірлік ұстанымына айналдырып, осындай азаматтардың алдында басымызды иеміз. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған бір туар перзенттері бар. Осының барлығын жас ұрпақ біліп өсуі тиіс. Қадірлі көпшілік, бүгінгі 50 жылдық мерейтой баршаңызға құтты болсын, той қыласын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Мерекелік шара аудан өнерпаздарының қатысуымен өткен концертпен жалғасты. Әлімтау ауылының мәдени өміріне ерекше үлес қосқан өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар өздерінің өнерін ортаға салып, көпшіліктің ықыласына бөленді. Концерттік бағдарлама барысында ауыл тұрғындары да ән айтып, би билеп, мерекелік көңіл күйге бөленді. Мерекенің соңында барлық қатысушылар бірлесіп Әлімтау ауылының болашақта дамуы мен гүлденуіне тілектерін білдірді. Әлімтау 1975 құралды. Сол құралған жылы 5-ші курста осы Әлімтауға келіп практикада болған. Содан бері осы Әлімтау төңірегінде жүрміз, тілеулеспіз. 25 жыл өмірім осы Әлімтауда өтті. Еңбек сатыларынан өттік, өмірден тәжірибе жинадық. Енді мына жас ұрпаққа біз өмірде не жинадық? Не береміз? Бұл енді бір халыққа рухани, жастарға үлкен рухани байлық бұл. Шынында да бос торға жұмыртқан заман кеп тұр. Соны халықтың Құдай пейіліне берсін ұрпағымызға. Сол заман келсін тілеп тілеймін Құдай қаласа. Мынау көре түйсігінде бар азаматтар рухани азықпенен арғай жалғастырады деп ойлаймыз. Қазақстанда бейбітшілік болсын, көргеніміз той болсын. Ойлағанымыз жақсы ой болсын, жегеніміз қой болсын. Осындай 100 жылдыққа да бәрімізге келуге нәсіп болсын. Мерекелік тойдың қарсаңында Әлімтау кеңшарынан бастап Әлімтау ауылдық округінің статусына дейінгі тарихын баяндаған арнайы кітап жарық көрді. Бұл кітап ауылдың қалыптасу тарихын, оның дамуы мен бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктерін егжей-тегжейлі сипаттап, жергілікті тұрғындар мен жастарға маңызды мұра болып қалды. Кітаптың шығуы ауылдың өткеніне деген құрметпен болашағына деген сенімділік білдіреді. Ассалаумағалейкум, қадірлі жақсылар. Бүгін міне киелі мекен, қот мекен Әлімтау өңірінде осы ауылдың 50 жылдығына орай дүбірлі Наурыз мейрамы өтіп жатыр. Дүбірді қосып, дүбірге ұлыстың ұлы күнінде осындай ел болып, жұрт болып, тамаша мейрамды тойлап жатыр. Алталаштың басын қоспаса да осы барша осы аумақтағы ауылға, елге, жұртқа хабар жіберіп, алыстағы ағайынды шақыртып, бүгін міне ел болып жиналып, тамаша Наурыз тойын тойлап жатыр. Бұл біз үшін әрине қуаныш, біз үшін мереке, біз үшін береке, қадірлі көпшілік. Наурыз берілген ғой, бағымызға еледік дәстүр десе, қаны қызба, ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ыдысымыз толып тұрсын, балуызға Құдайдың құтты күні құтты болып жетейік Наурыздан Наурызға. Мен де осы елге келіп, басыма орамал тағып, келіндік дәуренді өткізіп,
Соның арқасында осы елдің рухани дамуына, мәдениеті мен әдебиетіне өзімнің қолымнан келген алған білімнің арқасында біраз қызмет еттім. Енді қазір әрине осы тіршілік өмірдің арқасында Шымкент қаласында тұрамын, Мұхтар Әуезов университетінде аға оқытушымын, режиссермін. Елге, жерге бүгін арнайы шақырумен келіп тұрмын. Өте қуаныштымын. Талай нәрселерді басымыздан өткізген, көз таныс, жүз таныс, қасымда мұңдас, сырлас болған адамдарды көріп өте қуаныштымын. Олай болса, осы елдігін, бірлігін ойлайтын азаматтарымыз, жас ұрпақтарымыз осы бір әдемі үрдісті мына ұйымдастырған шараны осыдан кейін 10 жылдан кейін де ары қарай жүргізе берсін деймін. Шын жүректен тілектеспін. Әлімтау халқы құтты болсын. Қазіргі таңда Әлімтау ауылдық округі Сарыағаш ауданындағы ең шалғай ауылдардың бірі болып табылады. Аудан орталығынан 100 шақырым қашықтықта орналасқан бұл ауыл көптеген қиындықтарға қарамастан өзінің берекелі тіршілігін сақтап келеді. Ауыл тұрғындары ауылдың дамуына үлес қосып, осы мерейтой арқылы ауылдың тарихын ұмытпай, алдағы уақытта да жарқын болашаққа сеніммен қарауда. Мейірхан Бақытжан, Марат Жолдас, Нұрдәулет Жолбарыс, Сәтле арнасының жаңалықтар қызметі.